Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін осындай гүл тәріздес роза печеньелерін пісірдім. Бірінші мәрте істеп тұрмын. Бірінші мәрте істесем де өзім ойымдағыдай шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бізге керек заттар мінекей бөлме температурасында сары май, сүзбе, ұн, құмшекер, қопсытқыш және бір жұмыртқа жеткілікті. Ең алдымен осылай бір жұмыртқамызды жақсылап біркелкі араластырамыз. Үстінен құмшекерімізді қосамыз. Осындай бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз, араластырамыз жақсылап. Енді біз үстінен бір кішкене қасық қопсытқыш саламыз, жеткілікті. Және де байқасаңыздар, бізге ешқандай миксердің қажеті жоқ. Осылай араластыратындарыңыз болса, не болмаса, кәдімгі шаншықмен де істесеңіздер болады. Қараңыздар, осындай кезде шаншқы қолданғандарыңыз дұрыс болады екен. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Сүзбемізде оның үстінен ұн қосамыз. Ұнды қосып, әдемі қамыр, жұмсақтау қамыр елеп шығамыз. Қараңыздар, міне осындай әдемі қамыр шығу керек. Қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Мен бұл жерде жарты сағат уақыт өтіп кетті. Осылай екі бөлікке өзім бөліп алдым. Бөлмей жая берсеңіздер де болады. Мен осылай екі бөлікке бөліп жайдым. Қамырларыңыз жұқалау қыласыздар, қалың қылмаңыздар. Мінекей осындай жұқалықтар болады. Осындай заттардың бокал болсын, басқа осындай кескенге арналған заттарыңыз болса тіпті жақсы. Менде ондай болмаған екен, осындай бокал қолдандым. Өздеріңіз қалаған өлшемдегі затпен кесе берсеңіздер болады. Қараңыздар, осылай бөліп алдым. Мінекей осылай үстіне қойып шығасыздар. Арасын міндетті түрде жақсылап жабыстырыңыздар. Ашылып кетуі мүмкін. Пешке салған кезде қатты ашылып кетуі де мүмкін. Сол үшін жақсылап жабыстырып қойыңыздар. Осылай кесіп аласыздар. Міне қараңыздар, гүл тәріздес болып тұр. Осылай шамалы бас жақтарын ашып әдемілеп қоясыздар. Мінекей осылай істей бересіздер. Қараңыздар, тағы да бір екі рет көрсететін боламын.
мінекей қараңыздар, осындай бір ыдысқа толып шықты. Осылай. Мінекей бізде дайын 200-250 градуста 20-25 минутта пісіп қалады. Мінекей қараңыздар, осылай қызартып алыңыздар, ләжі болса. Мына үстіне өзім сахарный пудра қолдандым. Міндетті емес, өздеріңіз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мінекей осылайынан сәндедім. Өзіме қатты ұнады. Ас болсын, жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.